Ақтауда Маңғыстау әйелдер көшбасшылығы мектебі қоғамдық бірлестігінің қолдауымен әйел қоғам саясат атты республикалық форум өтті. Жиынға Қызылорда, Атырау, Түркістан облыстарынан келген қыз-келіншектер қатысты. Пікір алаңында қоғамдағы ең өзекті мәселелер мен әр саланың жетістіктері талқыланды. Форумның мақсаты іскер әйелдердің мәртебесін көтере отырып көшбасшылыққа үйрету. Бұл форум бүгінгі күні барлық әйелге байланысты, отбасына байланысты, жалпы бала мен анаға байланысты мәселелердің бәрін қарастырып, ортақ резолюция шығарғымыз келеді. Осы ортақ резолюция арқылы, ол резолюцияны ең бірінші өзіміздің жергілікті билік органдарына және үкіметке жолдамақшымыз. Әрине бұны жай ғана резолюция шықпайды. Біздің осы республиканың түкпір-түкпірінен келген азаматтардың ой пікірін қорытындылау арқылы келеді. Бұл форумдардың жай ғана форум емес, біз нақты өзінің бір қорытындысы болатындай форум жасау осы мақсатымыз. Қазіргі әйелдер қауымы мемлекет пен қоғамдық іске келгенде ер азаматтардан кем тер төгіп жүрген жоқ. Әсіресе бизнес саласында, соның ішінде шағын және орта кәсіпкерлікте қыз-келіншектердің үлесі 52%-ға жеткен. Ал жалпы ішкі өнімнің қалыптасуында әйелдердің үлесі 40%-ды құрайды. Дәметкен Саматқызы, Абай Жаныспаев, Ақтау Ньюс.